Сырты розовый үйіміз сатылғалы тұр. Үйдің алдыңғы бөлігінде мынандай әдемі отыратындары бар екен. Ассалаумағалейкум. Бұл саяхат аймағы, саяхаттағы ең жақсы көшелердің бірі Бақытжан Серімбетов көшесі. Мына жерімізде Сұлтан Бейбарыс көшесі бар. Яғни Сұлтан Бейбарыс көшесінен бұрылып, осы көшемізге тап боламыз. Асфальтталған көше. Міне мына бөлікте үйіміз сатылғалы тұр. Әдемі үй, сырты әдемілеп тұр, боялған. Бұл үйдің өз бағасына лайықты үй. Неге? Өйткені мына қоспа стройкасы бар. Үйдің размері деген үлкен. 12-де 22 үлкен үй. Қосымша құрылысымыздың алдыңғы бөлігі, яғни гаражы, мына жеріне навесін істелген, екі көлікке арнап қойған. Үй жағымызға қарай кіреміз. Бақытжан Серімбетов 24 адресіндегі үйіміз, ауласы. Міне, мына қосымша құрылысымыздың размері 14-те 4. Гараждың ішкі жағы. Мына жағымызда екі бөлмелі времянкасы бар. Жеріміз 14 сотық, үлкен жер. Міне екі бөлмелі времянкасы. Яғни үй жағымыз тапчаны. Талдарын қараңыз, былайынан екіп тастаған, 4 бұрыштығып айнала. Мына жағымызға қарай кіреміз. Мынау енді екінші тапчаны навестелген. Мына жерді жайқалтып әдемі қойсаңыз, қонақтарды шақыратындай жер болып тұр. Бұл үйдің бір ерекшелігі, мынау жері одан бөлек мынандай да жері бар. 4 сотық. Мына жағымыз 10 сотық, мына жағымыз 4 сотық. Мінекей воротамен кіреміз. Мына жерге өзіңіздің керек жағаттарыңызды ауыр жүк көлігімен кіріп, заттарыңызды түсіріп алатындай жер болып тұр. Енді үйдің ішкі жағына қарай кіреміз. Бұл үйіміздің кіреберіс аймағы. Мына жерімізден кіреміз. Мына жерімізден де қысқы уақытта ақ болып тұратын бөлік. Аяқ киіміміздерімізді осы жерден шешемізді кіріп кетеміз үйімізге. Мынандай есігі ауыстырылған, әдемі есік қойылыпты. Мына үйдің кіреберісі мынандай 4 бұрышты. Үйді екі жаққа бөліп қарауға болады. Мына жағымыз және мына жақ бөліктер. Мынау енді үйдің топкысы, мынау енді үйдің ас бөлмесі. Ас бөлмесін қараңыз, үлкен 4 бұрышты. Мінекей туалет, қол жуатын бөлік. Мына жағымызда жуынатын аймағы. Енді мына үйге бір 2 миллионға немесе 3 миллионға ремонт жасасаңыз, өте тамаша үй болып шыға келеді. Міне холлымыз үлкен. Жатын аймағы. Мына жағымызда үйдің, мынау енді қонақ күту залы. Мынандай қонақ күту залымыз осындай ұзын қылып жасалған. Мына жерге емін еркін 20-30 адам сыйып кетеді. Ұзын стол қойсаңыз. Мінекей холлы. Мына жағымызда жатын аймақтары. 3 жатын бөлмесі бар екен. Немесе ремонт жасамай тұра беруге де болатындай ремонт. Кейін бір 1-2 жылдықта ремонт жасап алсаңыз болады екен.